Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен Манар. Бүгін сіздерге ерекше, тез дайындалатын оңай хворст жасайтын боламын. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, үстіне бір қасық дрож, бір қасық қантымызды салып, араластырып аламыз. Әбден араластырып болғаннан кейін үстіне 90 грамм ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін оны 1 сағатқа көтеруге қойып қоямыз жылы жерге. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді осыны астына ұн сеуіп, жұп-жұқа қылдырып жаятын боламыз. Жұқа қылдырып жайып болғаннан кейін менде осындай 5 жұлдызды форма болды. Сонымен кесіп алдым. Сіздерде қандай форма бар, сондаймен кесуге болады. Осылай әдемілеп кесіп болғаннан кейін, оны тағы да 5 минутқа бетін пищевая пленкамен жауып қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілгенше майымызды қыздырып, бір-бірден салып пісіріп алатын боламыз. Хворстымызды пісіріп алғаннан кейін сиропын жасаймыз. Ол үшін бізге сахарный пудра және де су керек. Екеуін араластырып, сұйық сироп шығаратын боламыз. Әбден араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бір-бірден хворстымызды салып, алып, ыдысымызға салып отырамыз. Біздің хворстымыз дайын. Сіздермен болған Манар. Егер де видеом ұнаса, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.